Сәлем достар. Бүгін мен шахмат тапсырмаларын шешетін болам. Ең үздік ходтарды, ең жеңіске алып келетін жүрістерді табу керек болады. Сол себептен жақсырақ жайғасыңыздар. Барымша өз ойыммен бөлісіп, қызықты варианттардың барлығын ашып көрсететін болам. Каналымды алғаш рет көріп отқан көрермендерім болса, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдыда ең қызықты шахмат тапсырмаларын осылай жалғастыратын болам, шешетін боламыз сіздермен бірге. Ең бастысы, ұнап жатса лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер дайын болсаңыздар, онда кеттік. Мына алдарыңызда көріп тұрсыздар. Қаралардың жүрісі астыңғы жағында тұрған әрқашан мен боламын. Сол ақтар болуы мүмкін, қаралар болуы мүмкін, солардың ішінен мен ең үздік ходтарды табуым керек, жеңіске алып келетін. Так, ал ендеше кеттік, бастайық. Бірінші жүрісте мен қарап отырмын. Бұл жерде мен барлық тактикалық тәсілдердің бәрін қолданам. Вилка, қос соққы, сквозной удар, фигураларды ұстап алу, мат 1 ходта, мат 2 ходта, мат 3 ходта, мат 4 ходта деген сияқты осындай үлкен ауқымды тәсілдердің бәрін қолданам. Бұл жерде байлап ұстау тәсілі, связка, соның бірнеше түрлері бар, соның барлығына тоқталып, соларды сол біліммен бөлісетін болам, мүмкіндігімнің бәрін ашып көрсететін болам. Енді мына жерде мен көріп тұрмын, ең оңай тапсырма ферзь бен король. Ферзь ерте ойынға шыққан кезде осындай көп жағдайда таяқ жейді. Ферзь бен король бір диагональ бағытта тұр, сол себептен менің атым әдемі тұр. Қара слоным барса, көріп отырсыздар, ферзьін ұстап алды. Мына жерде ферзьдің ешқандай қашатын мүмкіндігі жоқ, шах болады. Сондықтан связка, байлап тұсау тәсілі арқылы ұстап алдық. Енді бұл жерде компьютер барынша қорғанады, мен ары қарай ферзь жеймін, міне осымен ойын аяқталады. Ары қарай уже жеңіске жету жеңілірек. Енді ферзь артық болғаннан кейін ары қарай көрсетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені мен ойнамаймын, бұл жерде тек ең үздік ходтарды көрсететін болам. Бұл жерде ойынның мақсаты бойынша кемінде жоқ дегенде бір фигура атып алу керек қой. Кейбір жағдайларда болады, енді пешка атып алу керек. Тек қана плюсте болуымыз керек, тек қана ұтуымыз керек. Осындай тапсырмалар шешеміз. Кеттік. Келесі тапсырмада қараймын. Мына пешка қауіпті маған келе жатыр, ферзьге бір ход, бір жүріс қалып. Бір жағынан қауіпті, бірақ бұлардың да королін қараймын. Так, егер олар қазір ферзьге әзір шығара алмайды, сол себепті менде қандай мүмкіндік бар? Менде мүмкіндік бар. Шах берем. Естеріңізде болса, корольге ферзь өте жақсы мат қояды, оған көмекшілер болатын болса, онда король жалғыз қалған кезде шабуылдарды үдейтетін болсақ, тез арада мат қоюға немесе бір үлкен материалдық пайда табуға болады. Сол себепті мен корольді қарап отырмын, шах беретін болсам, корольде 2 жүріс қана бар, артқа қарай ығысады. Өйткені басқа амалы жоқ. Сол себептен ладьямды мен қосамын. Сол себепті қарап отырсаңыздар, мат немесе ферзін береді екен. Ол дұрыс. Шах берем, король қашты, шах берем. Ары қарай енді ферзбен жабады, мен ферзін жеймін. Ары қарай жеңіске жету жеңілірек. Ферзь әлде қайда 2 жеңіл фигурадан күшті. Келесі тапсырмада қараймын. Маған қандай шабуыл бар? Маған открытый шах берейін деп тұр. Мен егер мынаны жейтін болсам, ол маған бірінші шахпен жеп алады, сосын барып ферзін бұтып алады. Сол себептен мен қарап отырмын, бұл жерде мен шахпен жей алады екенмін. Ат артқа кеткен кезде мына ладьясы қорғаусыз қалады. Сол дұрыс жеймін, ары қарай ладьясын ұтып аламын. Бұл жерде еще қос соққымда ескерте кетсек болады. Ары қарай мат та тұр. Былайынша айтқанда 3 соққы ұрып тұрмын. Бұл жерде наслымды ұтып алуға болады. Оң жақтағы слон и қосымша матта қояйын деп тұрмын. Ары қарай жеңіске жету әрине жеңілірек. Келесі тапсырмада қараймыз. Бұл жерде қалай жеңіске жетуге болады? Королін қараймын. Так, королі бұлардың қауіпті бар екен, ол бізге жақсы. Екіншіден бізге ферзімізге шабуыл жасап тұр, оны да меңгерген дұрыс. Біз енді бұл жерде қалай жеңіске жетуге болады, соны қараймыз. Қандай бізде тәсіл бар? Так, мен егер шах беретін болсам, мына жерде мен вилканы көріп тұрмын, екеуіне әдемі. Бірақ ол да менің ферзін жейін деп тұр. Мен жеймін, ол жейді, ол қашып кетеді. Сондықтан мен бұл жерде ешнәрсе ұтайын деп отқан жоқпын. Сол себепте мен бұл жерде бірінші шах беріп алсам ба деп тұрмын. Король қашқаннан кейін барып,
осы әдемі вилканы қойсам ба деген ойым бар. Менің ойымша сол дұрыс сияқты. Шах, әрі қарай вилка. Міне, компьютер барлығы дұрыс деді. Кез келген жүріске әрі қарай ладьясын ұтып аламыз. Бұл жерден қарап отырсаңыздар, мына ладьяны да қорғау оңай емес. Бұл жерде енді былай қорғау мүмкін. Бұл жерде енді мынандай әдемі шаққа енді ладьясын қорғаймын деп, мынандай открытый шах арқылы көріп отырсыздар, ашық шах техникасын қолдану арқылы ферзін ұтып ала алады екенбіз. Міне, егер ладьясын осылай қорғаймын десе, онда ферзін де ұтып алатын мүмкіндік бар екен. Келесі тапсырмада қараймыз, қандай мүмкіндік бар. Бұл жерде енді мынандай тесіктер іздейміз, дыра дейді. Мынандай тесіктерге аттар жақсы секіреді. Қарап отырсаңыздар, осындай тетіктер арқылы, тесіктер арқылы осындай біз әдемі кіріп кете алады екенбіз атпен. Шах арқылы, вилка қою арқылы ферзін ұтып алдық. Келесі тапсырмада қараймыз, қандай мүмкіндік бар. Мыналардың ферзі ойында емес, сол себептен біз пайдалануымыз керек сияқты. Бір жағынан көріп тұрсыздар, менің фигурамның ар жағында тұр, мына слонды. Егер сіздің алдыңыздағы жауып тұрған фигура шахпен шығып кететін мүмкіндік болатын болса, әрине оны открытый нападение дейді, открытый шах беріп, ары қарай ферзін ұтып алады екенбіз. Міне, бұл да үлкен танымал әдістің түрі, тактикалық. Келесі тапсырмада қараймыз, қандай мүмкіндік бар. Мына екеуі әдемі тұр екен, сол себептен екеуінің ортасына слонды қоямыз, ары қарай ладьяны ұтып аламыз. Бұл жерде қандай мүмкіндік бар екен, қарап көремік. Мына ладья қорғаусыз тұр, мен шахмат ойнаған кезде әрқашан қараймын. Шахтардан да пайдадан гөрі мына шахым әдемірек екен, қос соққымен ұрады екен, сол себептен шах ладьясын ұтып алам. Келесі тапсырмада қараймын, қандай жеңіске жетуге болады. Менің ешқандай фигурамды жей алмайды, мен мынаны жейтін болсам, ладьяны қорғаудың мүмкіндігі жоқ екен, сол себептен жеймін. Сондықтан ферзін беруге тура келіп жатыр. Ары қарай ладьясында қорғау мүмкін емес. Келесі тапсырмада қараймын, қандай мүмкіндік бар. Мына жерде шах беретін болсам, қашады, ары қарай слон жеп алады. Ол мен жейді, слонмен шабуыл жасаймын. Бірақ ол мына слонмен қорғанысқа кетіп қалады. Одан не пайда, сұрақ туындайды. Егер мен шабуыл жасасам, ол пешкімен жабады. Одан да ешқандай қауіп жоқ. Не болса да шах беру керек деп ойлаймын, қашады. Одан кейін жеу керек әрине, ол да мен жейді. Енді мен қалай мат қойсам болады оған? Сұрақ. Әрине қиындап жатыр, бұл жерде ойлану керек, жай жүруге салуға болмайды. Шах деймін, қашады. Ары қарай жеймін, ол мен жейді. Ары қарай былай жеймін. Менімше позицияным жаман емес сияқты. Екі жеңіл фигурам әдемі тұр, оның королі ашық. Солай дұрыс екен, шах деймін. Ары қарай жеймін. Енді олар былай жейсе, осы жерде компьютер бітті деп тұр, негізді сіз ұттыңыз деп. Енді мен қарап отырсам, позициям жаман емес, өйткені қазір ладья қосылады мына жерге. Ладья қосылады екен. И былай ойнасам екен. Былай ойнасам, ол былай қорғайды, сонда ладья кіреді. Ол қалай қорғайды тәсілді? Артқа қарай қашады, бұл жерде енді тәсілдер көп, жеңіске жететін. Осылай дұрыс екен ойнаған. Енді келесі жүріс мынандай маттан құтылатын жол жоқ деп ойлаймын бұл жерде. Қалай? Ладьямен былай ойнайтын болса. Мен жай ладьямды, бұл жерде мен жертвой берсем де болады. Ладьяны бере салсам шабуыл жасаймын. Енді мына маттан қорғаныш жоқ деп ойлаймын. Жақтан да мат. Келесі тапсырмада қараймыз, қандай мүмкіндік бар. Енді бұл жерде қарап отырсаңыздар, наған вилка қоятын болсам, оны бірінші нан жеу мүмкін. Бірақ мен жеген кезде қарап отырсаңыздар, слонның ар жағында ладья тұр. Сол себептен қорықпай вилка қоя берем. Сондықтан фигурасын ұтып. Егер ол слонын жесе, мен ферзбен жеп, осы кезде осылай жеген кезде мен ладьясын жеп алар едім. Сол себептен ол бірден фигурасын берді маған. Бұл жерде қандай мүмкіндік бар? Шах берсем мат емес, мат екен.
қызық, бір жүрісте мат болады екен осылай. Так, бұл жерде қараймын, қандай мүмкіндік бар. Шах берем, сосын шах берем, сосын ладьясын алып кетеді екен. Қарасаңыздар, әдемі. Осындай. Үш нүктеге жүреді екен, барлығы шах арқылы жасалады екен. Бір жағынан мен ладьясын да алмайды екен, қарап отырсаңыздар, бір жағынан мат та болады екен. Бұл нұр үстіне нұр. Келесі тапсырмада қараймын. Мына жерге мат қояйын десем, маған ат кедергі жасап тұр. Бірақ оның 8-ші жолы да бос тұр екен, сол себептен ферзді лақтырам, ладья кіріп барып мат қояды екен. Осындай әдемі. Келесі тапсырмада менің атымды жемекші. Оның слонды маған шабуыл жасайым деп, өзін ойламаса керек. Мен андай әдемі вилкаға түсіп қалады екен, көріп отырсыздар. И слонды ұтып алам. Бұл жерде енді қараймыз, қандай мүмкіндік бар. Мына король қауіпте, ладья ойнамай тұр. Сол себептен қазір ода ход жоқ. Қандай жүріс бар екен. Қалай ладьясын аман алып қалады екен. Так, мен алдыға пешкін жүретін болсам, ода ешқандай ход қалмайды екен. Амал жоқ, пешкісін береді. Мен наны жейм, пешкісін алдыға жүру мүмкін. Онда мен ладьямен барсам, оның барлығы бәрібір ладьясында жүріс қалмайды. Дұрыс, пешкін алдыға жүрем, пешкіні жейм. Егер ол осы жерде былай ойнап ладьясын аман алып қалам дейтін болсам, мен жай ғана ладьяны артынан алып бара салады екем. Енді қарап отырсаңыздар, мына ладья ұсталды бізде. Ешқандай жүретін жүрісі жоқ, келесі жүрісте жей салам. Ферзь шығарады, мен оны жейм. Ладьяның бәрібір қарап отырсаңыздар, ешқандай қашатын жері жоқ, әдемі ладьясын ұстап алдық. Келесі тапсырмада менің жеп отыр, шабуыл бар. Бұндай кездерде әрине слонды қою керек, өйткені контра шабуыл дейді. Сондықтан бұл жерде енді маған ферзін беріп жатыр. Осымен бітті. Бірақ енді тексеріп көрейік. Ода қандай мүмкіндік бар басқа. Қарап отырсаңыздар, ферздің қашатын жері жоқ. Бір жағынан қос соққы болған. Так, келесі тапсырмада мен ладьямды жейм дейді. Так, ладьямды жейм дегенше менде қандай мүмкіндік бар. Егер шах дейтін болсам, пайда бар ма? Егер мен ладьяны да қоятын болсам, андай шаққа, бірақ бірінші шах бізге айырбас тиімсіз бұл жерде, шах беру керек деп ойлайым. Басқа қандай мүмкіндік бар? Сосын барып слонын жеп алсам. Иә, болады екен, шах берем. Енді слонын жеп алсам, маған пешкінің жер қандай шабуыл жасайды? Бір жағынан шах берсем ладьямен. Ол да маған мат қояйын деп тұр, сондықтан жеу керек, дұрыс. Так, бұл жерде қандай мүмкіндік бар? Бұл жерде жай жей салу керек, мынандай маттан қорғаныс жоқ, сондықтан ферзін беруге тура келді. Так, бұл жерде енді мынандай маған өзіне шабуыл жасаған кезде қарайсыздар, оны кім қорғап тұр? Егер қорғаушысын құртатын мынандай мүмкіндік болатын болса, онда барынша фигура атып алу керек. Так, бұл жерде енді аты қорғауыз тұр, мынаны жейсем. Я жеп алады екем жай ғана, ферзімді сосын қайтарып алам. Так, бұл жерде қараймыз мұқият, мынаны жесем. Так, ладьямен шабуыл жасасам, ладьясын қашатын жері жоқ екен, қарап отырсаңыздар. Ладья ұсталды, өйткені мына жаққа қоятын жейінсе, ферзбен жей салам мат слон. Ладьяны ешкім көмекке келе алмады, сондықтан ладьяны беруге тура келді. Бір жағынан матовая атака дейді. Так, келесі қараймыз, қандай мүмкіндік бар. Так, бұл жерде ферзді араға қоятын болсам, ол маған шах беру мүмкін, бірақ өзіне открытый мат болады. Дұрыс, ферзді қоям. Так, неге қате дейді, мен түсінбедім. Араға қойсам, ол қалай маттан? Ладья E3 бар екен оған. Дұрыс. Енді сондай мүмкіндік бермеу үшін просто ладьяны жай ғана қоям былай. Сондықтан ферзін беруге тура келді. Бұл жерде енді көрсете кетейін. Қандай мүмкіндік бар басқа? Ферзін бергеннен басқа. Ладьямен жейді екен, корольмен емес, өйткені ладьяны аман алып қалу керек. Бұл жерде енді қарап отырсаңыз, қандай амал бар? Егер ладьяны былай әрине. Ладьяны так. Жоқ. Дұрыс қана жерде ладьямен жейм. Енді мен осы жерде көрсетейін деген, егер ол ладьямен былай ойнайтын болсам, онда мынандай әдемі мат бар. Шах дейміз. Тек қана ладьямен жей алады, ферзь барады, ладьямен жабады, ферзбен мат.
мен осыны көрсетейін дегем. Егерде басқаша вариант көретін болса, так, бұл жерде қандай мүмкіндік бар? Әдемі вилкаға тұр екен, атпен вилка қоям, жай ұтып алам. Так, бұл жерде қараймыз. Мына атын слон қорғап тұр, сондықтан менімше слонды қуып жіберген дұрыс сияқты. Ары қарай фигурасын ұтып алдық. Так, бұл жерде қандай мүмкіндік бар? Король қашты. Мынандай әдемі шах бар екен. Егер король қашса, нақтан ферзбен мат бар екен. Дұрыс шах береміз. Сондықтан ферзін беруге тура келді. Міне осы жерде көрсете салайын, егер корольмен қашса, бірақ жүрсі ғана онда мынандай әдемі мат болады екен. Так, бұл жерде енді мынандай король мынандай жерге келген кезде әрине атаканы күшейту керек, матты ойланбай. Бұл жерде енді компьютердің басқа амалы жоқ, мына маттан құтылатын, қалай басқаша құтылуға болады. Кез келген біріміз жүріс жасайтын болса, көрсете салайын, осындай әдемі мат болады. Сол маттан құтқарылу үшін әрине ферзін шақыру мүмкін, ладьясын көмекке. Ферзін немесе ладьясын мына жерде мат алмау үшін. Бірақ бәрібір онда 8-ші жолдан мат болады екен әдемі. Келесі тапсырмада бізге шах беріп тұр. Біз шабуыл жасаймыз. Себебі ладьяның кез келген жүрісінен ондай әдемі мат алатын еді. Сондықтан ладьяны тегін жеп аламыз. Мына жерде көрсете салайын, кез келген ладьяны қашу керек қой, тегін бермеу үшін. Кез келген жерге қашқан кезде міне осындай әдемі мат болады. Келесі тапсырмада әдемі кеп тұр, ұстап аламыз атын. Тек жеп аламыз. Бұны связка дейді. Так, бізге шах бергісі кеп тұр. Ол шақтан қорқатын түгі де жоқ. Сондықтан пока ол бізге шах берем дегенше, мынаны жеп алсақ, онда бізге мат қойып кетуі мүмкін, жесек мынаяқтан шах. Мат қоя алмайды, ол ладьямен қайтадан жабамыз. Егер ладьясын жесем, мына жақтан мат қояйын деп тұр екен. Абайлау керек. Мына жақтан да мат тұр екен бізге. Көрдіңіздер ме? Шахмат деген қандай қызық ойын. Так, бұл жерде ондеше бізге бір нәрсе шах арқылы жасау керек сияқты. Шах, король қашады, шах. Дұрыс, барлығын шах арқылы жейді екенбіз. Мына жерде шах арқылы жеп аламыз. Ары қарай сосын мына аттың мәселесін форточка жасай саламыз. Қорғана саламыз. Бұның ешқандай қорқыныш жоқ, өйткені біз бәрін шах арқылы. Мына жерде қарап отырсаңыздар, тоже қызық. Король былай жесе шах береміз. Король былай жүргеннен кейін мынаны бірінші шахпен алып аламыз, сосын барып мына атын алып аламыз. Ары қарай немесе форточка жасап қорғанатын да тәсілдері бар. Так, бұл жерде енді қараймыз қалай. Мына слон атып тұр екен. Сол себептен біз бұлай жүрсек, ол бізді шахпен жейді. Бізді шахпен жейтін жақсы нәрсе болып тұр екен. Біз егер жесек, ол шахпен жейді, біз жейміз. Ары қарай атпен кірем дейсіз. Ол да бар. Так, бұлай кіретін болсақ. Так, қиындайын деген сияқты. Бұл жерде қандай тәсіл бар? Так, мынаны жесем, ол шахпен жейді, мен жеймін. Ферзбен жейді, ладьямен сквозной удар қоям. Ол мына жерге қашады, атпен кірем, мына жерде жүреді, мен бұлай жүрем. Ол жейді, шах берем. Осы мат жоқ екен, Так, бұл жерде бір қызық болып тұр. Қандай мәселе болуы мүмкін? Бұлай жүрсем. Егер бұлай жүрсем, одан пайда бар ма деген сұрақ туындайды. Так. Мынаны жүрсем. Одан кейін открытый шах берсем, двойной. Король қайда қашады, мында қашады. Сосын бұлайнан әдемі мат бола ма? Что-то мен маттарды көрмей жатырмын. Ну-ка есептейік, шах береміз, жейді, шах береміз. Король бұлай қашады ортаға қарай. Сонда мен шах берем. Король алдыға қарай қашады. Атпен де мат жоқ, ары қарай мат жоқ екен что-то. Негізі әдемі болар еді жертва бергенде. Так. Шах берем. Мына атпен шах берем. Да. Жүрді жертва беріп, мат болмай қалайын деп тұр, Негізі әдемет, король бері қарай шақырдым ортаға. Так, жүрден қандай тәсіл болуы мүмкін басқа? Аламыз, ол бізді алады, біз оны аламыз. Сквозной удар қоямыз.
шахпен кіреміз. В общем, мына жақтан бір нәрсе ұтамыз ба? Бұл жерде қалай жеңіске жетуге болады? Так, мынау қиындау задача екен. Біраз толғандырды, ойландырды. Так, бұл жерде бізде не бар өзі? Мынаны жүрсек жейді. И мына жақтан, қарапайым ғана. Так, тұра тұрыңыздар, мынаны жүрсем. Ол егер пешкінің алдыға жүретін болса, вилкаға бәрібір түсе ала ма, түспей ма? Сол қызық қойып тұрған. Егер қусам. Так, қайтадан мынаны қусам, мынаны алдыға жүрсе. Ешқандай шабуылы жоқ, қарап отырсаңыз. Мен түсінбедім. Мынаны жесек, ол бізді жеймін, сосын ладьямен жесе. Не болады? Ладьямен жесе, онда качество там, шах арқылы мына жерде. А егер ферзьмен жесе, мына жаққа. Так, қиында ойын болайын деп тұр. Так, дұрыс. Енді, мына жерде ладьямен жеуге болмайды, себепті мен мына жақта матқа шабуыл жасайын, форчкіден кейін онда әдемі вилка кетеді. Енді мына партия жеңіске спокойно жетуге болады, қиналмай. Сондықтан ладьямен жеуге болмайды. Ферзьмен ғана жей алады. Міне осы жерде мені қызықтырған болатын, қандай тәсіл бар жеңіске жететін деп. Мына жерге ладьяны қойсам, король былай қашады. Сонымен мен ферзьді былай қоям, Так, былай. Так, бір жерде қайталайық. Мына жерге қойсам, мына жерге ферзьді бір-ақ ходы бар. Онда менде атты шақырсам, форчка жасайды. Мат болмай қалайын деп тұр, Так, мұнаны түсініңкіремейін деп тұрмын. Қызық болып тұр. Так, қалай жеңіске жетеміз? Так, ладья f6, так, ферзь e2, конь g4. Так, бұл жерде енді қарап отырсам, форчка жасайды. Өйткені форчка жасамаса басқа амал жоқ. Мына жерде енді бұлай ойнай алмайды, онан жегеннен кейін андай керемет мат қоямыз. Сол себептен бұл жерде қызық болып тұр. Егер мынандай ходқа жай ғана қандай жеңіске жетуге болады, мен мынаны көрген болатын. Бұлар енді былай ғана жейді. Сондықтан шах берем былай қашады. Түсінікті, шах бергеннен кейін ары қарай мынандай ферзьні ұтып алу тәсілі бар екен ғой. Түсінікті. Молодец. Әдемі есте қалатын тапсырма болды. Так, келесі бізде қараймыз, қандай мүмкіндік бар. Біраз тапсырма шештік, әдемі. Так. Жаңағы бір задачымыз біраз біздің уақытымызды алды. Бірақ есте қалатын тапсырма болды. Жерде енді ферзьді алып келетін болса, мына пешкінің кім қорғайды мәселе сонда болып тұр. Сонымен шаруасы тынатын сияқты. Ладьяны алып келсе. Ладьяны алып келсе не болады? Онда мына жақтан мат болады екен. Все, дұрыс. Кез келген жүзге атты алып келді. Мынаны қорғап, енді бізде осы жерде бір нәрсе ойластыруымыз керек. Так, бұлай, мына ходтан защита бар ма екен? Атпен осындай маневр жасасам, защита жоқ екен, мат алады екен. Атпен бұлай жүріп, сондықтан ферзін беруге тура келді. Өйткені мына жерде бір кез келген бір ход жасай салайық, мұны көрсетейін. Міне осындай әдемі мат қоямыз. Осының бәрін ұйымдастырдық. Әдемі кетті. Так, бұл жерде енді шах беретін болсам, ферзін берсе жақсы, ал ферзін бермесе, онда атын құтқару мүмкін емес. Так, қайталайық. Шах.
король былай жүрсе мат алады, бірден шах арқылы ферзь кіреді. Ал егер былай жүрсе не істейміз? Сұрақ шах. Король былай жүрсе, онда қалай мат қоямыз? Бізге де мат болайын деп тұр. Онда ескеру керек. Так, бұл жерде шах деймін. Король мұнда қашса, бір жағынан жейді екенмін де, еще қорғайды екенмін ғой. Дұрыс онда шах. Сондықтан ферзін беруге тура келді. Мен мына жерде көрсетейін дегенім, егер король былай қашса, бірден кез келген ходқа мат алады. Былай жүрсе де былай немесе былай линейный маттың түрлері көп. Сондықтан бұлар шахпен алмау үшін былай қашу мүмкін еді, бірақ ол кезде мен былай алам. Мына бір жағынан қорғаймын, бір жағынан маттардан шабуылдан қорғаныш жоқ. Так, түсінікті, әдемі кетті. Так, мына жерде не істеуге болады? Связка қойсам, бізге шах береді, бірлет. Біз шабуылмен қашамыз. Басқа не істеуге болады бұл жерде? Басқа мен еш нәрсе көріп тұрған жоқ. Дұрыс байлау керек, одан кейін шабуыл жасау керек. Бұл жерден корольде ладьяда бір-ақ ход бар. Енді осы жерде маған қызық болып тұр. Қандай ход мен жасауым керек жеңіске жету үшін? Егер пешкін алдыға жүретін болсам, менде қандай жеңістің түрі бар? Бұл жерде корольмен алдыға жүрсем, ладья мында түссе, слонмен қуа салам. Тамаша. Так, бұл жерде ход жоқ сияқты, таусылатын сияқты бұларда. Дұрыс, осылай алдыға қарай. Қарап отсаңыздар, онда ешқандай ход жоқ. Мындай бір ход жасаса, слонмен жай жүре саламыз. Цек-цуанг дейді, қарап отсаңыздар, ешқандай ход жоқ оларда. Корольді алса ладья кетеді, ладьяны алып жүретін жері жоқ, слонды ала алмайды. Тек қана пешкілерін беруге тура келеді, ары қарай ферзь тез шығамыз. Так, әдемі кетті. Мына жерде енді оңай задача. Мат қоя саламыз. Қараймыз. Так, бізге шах берсек. Ең бастысы біз король артқа қашса шахпен жейміз, қайқа қашса да ферзьбен жеп, сонда жей саламыз. Мынаяқтан қорықпаймыз. Сол себептен дұрыс шах береміз. Кез келген жүріске слонын жейміз. Так, ары қарай. Екеуі әдемі тұр екен, сондықтан байлап тастаймын. Ферзін ұтып аламын. Так, мына жерде шах берсем мат болады ма? Болмай ма? Атын жесем ол әрине слонмен жейді, тең-бе-тең болып кетеді. Сондықтан бірінші шах беріп алам, ары қарай атын алып алам. Тамаша. Мына жерде енді двойной ударға кеп тұр екен, тройной ударға. Сондықтан алдым, ары қарай ладьясын аламыз. Так, мен ферзін жеймін дейді, бірақ шах берсем, мен жесем, ол да мен жеп алады. Сондықтан бұл жерде бір нәрсе ұйымдастыру керек. Не ұйымдастырамыз? Так, бұл жерде мынандай әдемі жертва бар екен. Ала алмайды себебі мынандай мат, дұрыс ферзді лақтырамыз. Ары қарай ферзін ұтып аламыз. Бұл жерден бұл амал жоқ басқа. Алса мат болар еді. Мынандай әдемі. Мынандай әдемі мат. Алмаса, ферзбен қашса, қашатын жерде жоқ екен ферздің, қарап отырсаңыздар. Жағдай өте қиын екен. Так, келесі тапсырмада ферзім жейін деп тұр екен. Мен ферзін жесем, ол мені жесе, мен оны жейм. Жақсы. Ладья қалтада қалады. Дұрысынан жейді екем. Шах берсе қаша салам. Ары қарай мен де жейм. Так, бұл жерден де өзі әдемі кеп тұр. Тройной ударға мынандай әдемі вилка қоямыз, ферзін алып аламыз. Так, бұл жерде қараймыз. Әдемі диагональ бағытта слон ұстап алады екен ферзін. Бұл жерде жейм, ары қарай мат қоям. Менікі тезірек екен. Сондықтан олар амал жоқ. Ладьямды алды. Бұл жерде енді шах берем. Дұрыс шах берем. Егер король қашса, не болады? Мат жоқ қой. Так, ол онда болмайды. Бізде қандай амал бар басқа? Бұландай амал бар екен. Ары қарай сквозной удар, ферздің қашатын көп жері жоқ. Шах берем деп қоям, мынаяқта ферзь тұр екен. Сондықтан дұрыс аламыз мына жерде. Сондықтан ферзін беруге тура келді. Ода басқа қандай амал бар ферздің, мынандай сквозной удардан? Бұлай жүрсе, жаңағы мына жерде енді түсінікті, ферзін алып аламыз. Егер мына жерде бұлай жүрсе не істейміз? Онда просто жай мат болады екен, мындай әдемі. Так, онда ферзін қайда алып, мында алып қашып кетсе не істейміз? Сұрақ. Бір жағынан шах берейін деп тұр. Онда біз шах береді екенбіз. Одан пайда бар ма?
ойлану керек. Бұл жерде қалай жеңіс? Пешкіні алдыға жүрсем. Маған бір шақ береді, көп болса, инадан қорғаныш жоқ екен, Так. Дұрыс, пешкіні алдыға жүрем, шақ береді, қашамын. Мына маттан қалай, егер бұлай қорғанса не істейді? Қорғаныс бар ма? Онда мен ферзді бұлай алып көрем, бәрібір маттан қорғаныс жоқ. Бір жағынан или бұлай алып барсам да болады екен, мына жаққа шабуыл. Так, ол да бар, бір жағынан или ладьян бұлай қоясы, мына маттан қорғаныс жоқ екен. Так, келесі әдемі кетіп жатыр. Қандай жеңіске, қалай жеңіске жетіп алады? Бұлай жүрсем ферзь ұсталатын сияқты. Дұрыс, ферзін ұстап аламыз. Амал жоқ, ферзін берді. Қараймыз, қандай мүмкіндік бар. Маған анда екі шабуыл болып тұр, екеуін жеп алсам енді бір фигура артық қалады екен. Ода ешқандай шақ, бір шақ қана бар екен. Жеген ине қашып кетем мұнда өзіне шабуыл жасап. Сондықтан жерде басқа не істеу керек? Ферзбен дамал жоқ, жеу керек. Тек қана фигура қалтада қалады. Так, ақтармен жеңіске жету керек дейді. Мұнда әдем сквозной ударға кеп тұр екен. Дұрыс, шақ береміз, слонны алып аламыз. Жерде ойланатындығы жоқ, бір ходта мат тұр. Тақтан жесем, ол мен жесем, мен ары қарай жемейді, бір фигура артық қалады. Дұрыс, сондықтан ойланбай жеу керек, жей беру керек. Так, жерде маған мат қояйын деп тұр. Сондықтан мен оған бірінші мат қойып үлгереді екем, әдем. Мынандай коин мен ферздің арқасында. Так, маған не істеймін дейді, пока ешқандай шағы жоқ. Мен мына жерге шақ берсем, мат емес па? Слонмен мат болады. Мына жүрсе ферзбен мына мат болады. Дұрыс, шақ берем, мат берем. Егер бұлай жаға қашқанда, онда слонмен мат болар еді. Так, әдемі, бәрі шақ арқылы. Так, мынаны жесем. Связкадан құтылу үшін бірінші оны айырбастаймыз, әрине сосын фигуратып аламыз. Тамаша. Так, мынаны жесе алмайды екен, мынаны жесем, сосын ладья бұлай мат береді екен. Дұрыс, өйткені бірінші линия әлсіз, сондықтан қарапайым мат береміз. Так, мына ферзді көріп тұрмын, сонда шақ арқылы жасайтын бұрынғы тәсілге салам, бұны ашық нападение дейді, ашық шабуыл. Мына жерде шақ беретін болсам, ферздің назарын аударып ұтып алуға болады. Егер шақ берген кезде ол жемей былай өзінің әрекетін жасайтын болса, онда ферзбен мат болады. Тамаша, дұрыс, шақ ферзін беретін тура келді, атау мат алар еді. Мына жерден көріп тұрсыздар, диагональ ашықтыр, слон ұстап алады ферзді. Бұл жерден открытый шақты жақсылап пайдалану керек. Шақ. Так, ол қашады. Мен ферзін жесем, ол да мен слонды жейін деп тұр. Оны ескеру керек. Басқа қандай менде амал бар? Шақ. Король бұлай. Мен онда шақым жейді екен ғой. Егер шақ берген кезде король кез келген жерге қашса, онда мат алады екен. Дұрыс, шақ берем, онда шақпен жейдім. Ал егер оның королі екі жүріс бар, үш жүріс, бір ақ жүріс қана бар екен, өйткені жақта слон тұр. Бұлай жүрсе, онда қақмаңдайдан мат алар еді. Тамаша. Бірінші шақ арқылы жеп алу керек әрқашан, сосын бір фигураны қайтару керек. Так, бұл жерде енді менімше пат жасау керек па? Или жеңіске мына екеуі әдемі тұр екен, сквозной удармен ұтып алады екен ферзь. Так, соңғы задача шешейік, енді үш задача сонымен бүгінше дем аламыз. Так, мына жерде қараймыз, слон неге беріп тұр сұрақ. Жеп алсам не істейді маған? Ешқандай қауіп жоқ, сондықтан ойланбай жеу керек. Так, келесі тапсырмада қараймын. Бұлай жүрсем болмайды, бұлай жесем. Нападение, шақпен жеп алам. Не дұрыс, бұлай жеймін. Сондықтан еще ферзін аңғара жеймін. Ол мен жей алмайды, мат алады. Бір ферзді ұтып алдық. Бұда басқа қандай тәсіл бар? Егер ол мына жерде ферзін жесем, онда бірінші шақпен жеп алам, сосын барып қайтарам. Онда менде бір ладья артық қалады екен. Так, бірінші тапсырма кетті, дұрыс, жақсы. Келесі тапсырмада ладья атака жасап тұр, сондықтан слонды лақтырамыз, ферзді алып аламыз. Так, үшінші тапсырмада открытый шақ тұр. Так, бұл жерде бәлкім мат қоюға болады, шақ. Жоқ, мат қоя алмайды екенбіз, король қашып кетеді, сондықтан бұл жерде ферзін ғана атып аламыз. Оның өзі үлкен жетістік. Ал достар, сіздерге сабақ ұнады деп ойлаймын. Осындай тесттерді сіздер лайктарыңызды аямай басып, каналымызға тіркеліп,
ары қарай бірге дамитын болсақ, мен міндетті түрде бұдан да қызықты, бұдан да күрделі тапсырмаларды өз ойыммен бөлісіп шешуге тырысамын. Каналға тіркеліп, ойларыңызды жазыңыздар, пікірлеріңізді. Ең бастысы каналға тіркеліп, лайктарды аямаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.